Сәлеметсіздер ме, балалар? Мен сіздердің алдарыңызда Айым қызымның шашын өріп көрсетемін. Айым қызым келе ғой. Қазақтың қыздары қашанда шаштарын өріп, жинақы жүрген. Міне, екіге бөліп өрген шашты қос бұрымды қыз деп атаған. Қалың шашты қызды қолаң шаш деп атаған. Шашы жұқа қыздарды сілебіл шаш деп атаған. Қазақтың қыздары шашын қырықпаған. Шаш қырқуды жаман ырымға балаған. Біз шашты өргеннен кейін етек жағына шашбау байлаймыз. Қызым, шашбау деген не екенін білесің бе? Шашбау дегеніміз ол мінекей мына зат міне. Шашбау таққан қыздың шашы ұзын болып өседі, бойы тік жүреді. Шашбау шекелі тағып жүрген қыздардың сыңғырлап, әдемі дауысы шығып, жүрген жерінде қыз жүргенін білдіріп жүреді. Ертеде шекелі кім қалайды? Ертеде қыздар осындай шекелі шашбау тағып, шошаңдамай, қатты жүгірмей, байыппен жүрген. Шашбау қатты шықырлаған қыздарды тәртіпсіз деп атаған. Сырттан киіз үйге келе жатқан кезде, бір жерде кіріп атқан кезде, болмаса басқа жерлерде шашбаудың дауысы шығып атқан кезде, ата-көкелеріміз етек жеңін жинаған қыз келе жатыр деп. Шашбаудың даусынан. Шашбаудың қасиеті де бар. Шаштағы жын-жыбырларды басқа жолатпайды деген. Шашбаудың салмағынан адамның басы ауырмайды. Иығын тік ұстайды. Дені сау болып, шашы ұзын болып өседі. Шашбаудың салмағынан шаш та тез өседі. Қыздар, жалпы біле жүріңіздер. Қазақтың қыздары шашын қырықпаған, шашын ұзын қылып өсірген. Тұрмысқа шыққанша тек қана қыздар таққан шашбауды. Қыз екен еріп құда түсетін көрші ауылдың балдары бойдақ қыз екен шашбауынан біліп құда түскен. Шашбау сәндікке, әдемілікке, сонымен қатар тек қана қазақта бар әдемі бұйым. Бұны аталарымыз қолынан жасаған. Күмістен, алтыннан жасаған. Біле жүріңдер қыздарым, жарай ма? Шаштарыңды әрдайым өсіріп, өріп жүріңдер.